3D мир және 5D мир дегенді көп естіп жатқан шығарсыздар, иә, соңғы кезде. Жалпы 3D мир деген не, 5D мир деген не, иә, третье измерение деп айтып жатады, немесе 5D измерение деп айтып жатады. Ол не нәрсе? 3D дегеніміз ол бұрынғы өмір, яғни старое мировоззрение дейді ғой, старый көзқарас, иә. Бұл старый көзқараста көп адамдар өмір сүреді, 80% өмір сүреді десем болады, даже 90%. Енді новый мир бар, иә, новый мир ол 5D измерение, яғни ол жақта оянған адамдар өмір сүреді. То есть 3D-да көбінесе адамдар спящий, автопилот, яғни спящий адамдар деген қандай адамдар? Олар запрограммированный адамдар, да. Олар өскеннен бастап адам запрограммироваться етеді, то есть бағдарланады адамдар. Компьютерда бағдарлама бар ғой, иә, программасы бар, иә, мысалы сол сияқты Microsoft сияқты онда да бағдарлама бар. Ең бірінші бағдарламаны ата анасы береді, одан кейін садик, одан кейін школа, одан кейін университет, одан кейін қоғам деген сияқты, иә, одан кейін жаңағы күйеуге шықса, үйленсе, сол семьядағы адамдар деген сияқты, иә, жұмыс орны деген сияқты. Сөйтіп адам бағдарланады, әртүрлі установка, убежденияларға қалыптасады ол адамда. Ал 5D измерениедағы адамдар сол матрицада, сол матрица, иә, сол матрица адамдар өмір сүреді, иә. Олар 5D-да адамдар не ведают, что они делают. Олар өзінің действиясына, өзінің эгосын не қалайтынын білмейді, ал өзін танымайды да ол жақта. Ал 5D измерениедағы адамдар өздерін таныған адамдар, өздерін қандай екенін біледі, минусын, плюсын, потенциалын қандай екенін біледі, не жасау керек екенін біледі, мудростьқа келген, даналыққа келген адамдар. Яғни олар спящийдан оянған адамдар, пробуждающий адамдар, то есть пробужденный адамдар. Яғни олар өзінің матрицада қалай жүретінін түсінді, матрицадан шыға алған адамдарды 5D измерениясына шыққан адамдар деп айтады.